Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін оқтаусыз жұп-жұмсақ медовик тортын дайындайтын боламын. Ең алдымен ыдысқа балды салып, баяу отқа қоямыз. Үстіне ас содасын салып, осылай аппақ көпіршікке енгенше араластырып тұрамыз. Бізге осындай карамель түске енуі керек. Одан кейін пештен алып, үстіне сары майды салып, сары май ерігенше араластырып тұрамыз. Суытып бөлек жерге алып қоямыз. Енді жұмыртқаны қантпен араластырып аламыз. Үстіне сұйық майды құйып, тағы да сәл ғана араластырып жібереміз. Осы массаның үстіне суыған балды қоспаны қосып араластырамыз. Осы тортқа қажетті ингредиенттерді описанияға жазып қойдым. Електен өткен ұнның үстіне разрыхлительді қосып саламыз. Ұнды ең бірінші қасықпен араластырып аламыз. Одан кейін миксермен біркелкі болғанша араластырып жібереміз. Пергамент қағазына дөңгелетіп сызып алып, противеньге салып, үстіне массамызды құйып, 180 градуста 6-7 минут уақытта пісіріп аламыз. Міне барлығын осы ретпен құйып пісіріп аламыз. Суығаннан кейін жан-жағын біркелкі етіп кесіп аламыз. Қалған корждарды жан-жағына жағу үшін блендермен майдалап аламыз. Кремі үшін сгущенкамен қаймақты араластырып алдым. Енді тортты жинауға кірісеміз. Кремді ыдысымызға құйып, барлығын осы ретпен жинап шығамыз. Ең соңында осылай майдаланған коржды бетіне және жан-жағына сеуіп шығамыз. Міне медовик торты дайын болды. Медовикті 3-4 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.